Қайырлы күн, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Кешегі қазақтың байлығы қайда кетіп жатқанын жария еткен ағамыздың қазіргі таңда жағдайы қандай, ол кісіге ешқандай өміріне қауіп төніп жатқан жоқ па деген 150 мың адамның алаңдаушылық білдіріп отқанын көріп отырмыз. Айтайын дегенім, құрметті құқық қорғау органдары, егер сол азаматшаның өміріне қауіп төндіріп, бұл өмірден жоқ қылып көзін жоятын болсаңыздар, сіздерді барлық қазақ халқы бақылап отыр. Онымен қоса шетелдік құқық қорғау органдары бақылайтын болады. Себебі сіздердің құйтырқы әрекеттеріңізді, жемқорлықтарыңызды жалғыз ол азамат, батыр азамат жариялатқан жоқ. Қазір керек десеңіз, сіздердің сол байлықты өндірткізіп жатқан қарапайым қазақтар қайда кетіп жатқанын, қалай өндіріліп жатқанын, кімдер ол өндірісті қайда жіберіп жатқанын бәрін дәлелдеп, маған бірнеше жүздеген видеолар келіп жатыр. Мен оның барлығын жария қылуым әбден мүмкін. Сол себептен талап еткен, жария қылған адамға қол ұштарыңызды тигізбеңіздер. Қазақстанның құқық қорғау органдары ол кезде өте, егер ол кісінің өміріне бірден бір қауіп төнетін болса, ол кезде өте үлкен жауапкершілікке тартыласыздар. Қазір мен мына жерге бір кісінің ғана маған жекеме шығып сообщение жазғанын жіберейін. Егер тоқтатпасаңыздар, ол кісіге қысым көрсетуді. Мен бірнеше жүздеген видеоларды салып, шетелдік құқық қорғау органдарына шағымданамын. Қазақ халқының, қара жұмысшысының өміріне қандай қауіп төндіріп жатқандарыңыздың барлығын жария салып, мен шетелдік еуропалық құқық қорғау органдарынан көмек сұраймын. Қазақ халқының байлығын қайда жіберіп жатқанын айтқаны үшін қазақ халқы қысымда, байлауда өміріне қауіп төніп жатыр деп мен жарияламын. Қазір мына жерге қойып кетемін, бірақ адамның сообщениесін, соның өзі жеткілікті болып тұр. Түсінетін адамға ондай сообщениелер, ондай видеолар менде жүздеді. Бір күннің ішінде жүздеген видео келді маған. Так что құқық қорғау органдары ол азамат кері байланысқа шықсын халықпен. Халық өте алаңдаулы жағдайда отыр. Ол жігіттің, батыр жігіттің, елім, жерім, байлығым қазақ ұрпағыныңкі деген жігіттің дәл қазіргі бүгінгі таңдағы жағдайын білгісі келіп, халық алаңдауда.